Қайырлы күн. Аты-жөнім Сәрсенбина Алма Кенжебековна, Өскемен жоғары политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. 24 АТП-1К тобының электротехникалық материалдар сабағынан үзінді. Сәлеметсіздер ме, отырыңыздар. Балалар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Өздеріңіз байқағанда қараңыздар, сіздерде кеше естеріңізде болса, өте қатты боран болған бізде, иә? Өскеменде боран болды, жолдарды жауып тастады. Сонымен қатар біраз жерлерде свет өшкен болатын. Яғни жарық көздері сінсіз қалған. Кішіті аймағы, левый берег жақтың барлығы жарықсыз қалды. Сондай ситуацияның бірі біздің колледжімізде де осындай ситуация болған. Ол не үшін болуы мүмкін, балалар? Бұл ненің әсерінен және сымдар үзілуі мүмкін. Сонымен қатар сондай, бізде яғни әртүрлі әсерінен бізде сол тораптардың жалпы электр тоғын таратуға арналған жаңағы апаттың негізгі салдарының сымдардан құралған. Оның біреуі, мысалы қарап тұрсаңыздар, ол орамдық сымдар және орнату сымдары. Сонымен қатар бізде монтаждық сымдар. Осы сымдар істен шықты. Сондықтан біздің бөлмемізде қазіргі уақытта жарық жоқ. Қазір мен сіздерге осы сымдардың істен шығуына байланысты апаттық бригада құруды. Карточкаларды алыңыздар. Бір-бірден тез. Әрбіреулеріңіздің қолдарыңызда осындай бірнеше суреттер бар. Мынау орам, бізде келесі бұл ғимараттағы электромонтаждық жұмыс және басқару қалқандары. Енді кімде осындай 3 түрлі сурет, әрбір топ, бірінші топ жаңағы орамдар, екіншісі монтаждық жұмыстар, үшіншісі орнату сымдары. Осы жаққа 3 топ болып отыруларыңыз сұраймын. Сіздер тексеріп отырған Аруа бар, Мержан, Расыл, Заңғар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде монтаждық, орнату және орам сымдары. Сабағымыздың негізгі мақсаты жалпы осы монтаждық, орам және орнату сымдарының құрылысы, олар қай жерде қолданылады, қандай мақсатта қолданылады. Сонымен қатар бүгінгі сабақтың бағалау критерийлерін айтып өтемін сіздерге. Жақсы ма? Қараңыздар, біз жаңа сіздермен 3 топқа бөліндік. Бірінші командалық жұмысқа бағаласыздар. Екіншісі, енді өз командаларыңыздың арасында бір капитан ойластырыңыздар. Қазір өзара квиз бағдарламасы арқылы тест шешеміз. Ол өздеріңіздің әрбір баланың жеке шешетін тесті болады. Сонда сіздердің жалпы бағаларыңыз қалай болатынын көрсетейін. Мысалы, орамдар, обмотка деп айтады, орысша айтқанда. Электрлік машиналар жүріп жатыр ма сіздерде қазір сабақ? Электрлік машинада білесіздер, бізде қозғалтқыш неден тұрады? Монтаждық сымдар. Монтаждық сымдар дегеніміз ол, яғни бізге келесі орнату сымдар дегеніміз ол ғимарат ішіндегі электр желісінде, жаңағы осы суретте сіздерге құрылысына келсек, өткізгішімізде мыс және бір талшықты немесе көп талшықты және де оқшауланған қабаталы резеңке немесе полиэтилен.
қолдану аясына келсек, өнеркәсіпте, автоматтандыруда, электр қалқандарында, өнеркәсіп станоктарда және датчиктарда қолданылады. Және оның артықшылықтарына келсек, иілгіш, монтажға ыңғайлы, бағасы қолжетімді. Сым қалпы үлкен. Жақсы, рахмет. Және келесі өткізгіш құрылысы өткізгіш өзек топ өткізетін бөлігі оқшаулағыш қабат резеңке қорғалғыш. ислам сізге Орам сымдары неге жоғары температураға төзу керек? Почему установочные провода имеют более толстый ляз? Орам сымдарынан айырмашылығы қандай? Ол айырмашылығы біріншісі басқа сымдарға келеді, екіншісі бізде щитовой деңгейде үй жағдайында және кәсіпорындарда қолданылады. ал орамдар ше? Орамдар Мына телефондарыңызда барлықтарыңызға көрініп тұр, иә? Мына жерде создать видео деген бар. Сол жерге астында напиши, чтобы вообразить деп тұр. Соны жазасыз. өртке келуі мүмкін. Жақсы. Жақсы, балалар. Не? Куиз ойнаймыз. Тез кіреміз, балалар. Бүгінгі сабақтың ең ұнаған тұсын айтыңыздар. Сізге ұнамаған тұсы қайсысы болды? Гроб бағдарламасы. Балалар, гроб бағдарламасымен бірінші таныстыңыздар ма? Үй тапсырмасын жазып аламыз, балалар. Келесі сабаққа дәптерімізге осы 3 сымның түріне салыстырмалы кесте құрап келеміз. Үшеуіне бірдей тән кесте немесе кластер ретінде құрап келуге болады. Үшеуіне бірдей не бар? Мысалы, материалдары, олардың материалдары бәрінде бірдей болуы мүмкін. Мыс немесе алюминий. Және оның оқшауламалары немесе құрылысы кластер түрінде немесе кесте түрінде салыстырмалы түрде кластер, салыстырмалы кесте жасап келесіздер келесі сабаққа. Үй тапсырмасы түсінікті ме? Сабаққа қатысты сұрағым жоқ, бірақ апай мұғалім жолыңызға қалай келдіңіз, қалай мұғалім болдыңыз, осы қызықты. Оны енді айтуға бізде уақыт жеткіліксіз, но бір 2-3 минуттың ішінде сіздерге айтып түсіндіруге болады деп ойлаймын. Айтып көрейін енді. Жақсы. Мұғалімдік жолға келу себебінің бірнеше себептері бар. Ол енді ол мен бала күнгі арманым деп енді өтірік алдамай қояйын сіздерді, бірақ та бала кезден бастап әртүрлі ситуациялар болды. Өзімнің мақсаттарым болды. Сол мақсаттармен қазіргі уақытта мұғалім болып отырған жайым бар. Бала күнімде негізі мен врач болуды армандағам. Бірақ ол өсе келе подростық кезінде ол менің арманым емес. Жалпы маған ата-анамның артқан үміті деп көрдім. Содан кейін негізгі армандарымның бірі ол мұғалім болу екен.